Ай мектеп. Не оқып отырсыз? Дана, мен Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасын оқып отырмын. Көкшетау? Ол не туралы екен? Жазушы Көкшетаудың сұлу табиғатын суреттеп, оқжетпес жұмбақтас Бурабай туралы жазған екен. Көкшетау? Оқжетпес? Қызық екен. Сонда оқжетпеске шынымен де оқ жетпей ме екен? Жоқ, кезінде батырлар сол таудың шыңына садақ атып жеткізе алмаған дейді. Өте биік тау болған, содан оқ жетпес аталыпты. Ол тау қайда? Ол Көкшетауда. Көкшетау Қазақстанның солтүстік шығыс бөлігінде, сондықтан мына жақты қарайық. Мен табайыншы. Ал тап. Міне таптым. Көкшетау. Көкше және тау деген сөздерден шыққан. Екі бас тұз? Қаланың аты екі бас тұз деген сөздердің бірігуінен шыққан. Ол екі кесек тұз дегенді білдіреді. Бұл да біріккен сөзге жатады. Сонда қалай? Біріккен сөздер дегеніңіз бірігіп кеткен сөздер ме? Иә. Екі не одан да көп түбірден құралған сөздер біріккен сөздер. Мысалы, тас және бақа, тасбақа. Қырық және аяқ, қырық аяқ. Қол және шатыр, қол шатыр. Сары және шаян, сары шаян. Алты және бақан, алты бақан. Бағдар және шам, бағдар шам. Сол сияқты көкше тау. Ақ төбе, ақ тау. Сары ағаш. Талды қорған сияқты қазақтың жер су атаулары да біріккен сөздерге жатады. Ай және гүл сөздерінен құралған Айгүл деген қыздың аты да біріккен сөз. Біріккен сөздер екі не одан көп түбірден құралады. Бір мағына береді, бірігіп жазылады, бір сұраққа жауап береді. Сонымен, Көкшетау поэмасынан сіз қандай әсер алдыңыз, аға? Керемет, Дана. Көкшенің таза ауасын жұтып, көліне шомылып қайтқандаймын. Қайталайық. Біріккен сөздер. Екі не одан да көп түбірден бірігіп, тұтас бір ұғымды білдіретін күрделі сөздер біріккен сөздер деп аталады. Мысалы, Көкшетау, Екібастұз, Қаламқас. Жер, су аттарын білдіретін біріккен сөздерде қатар келген екі дауысты дыбыс сақталып жазылады. Мысалы, Сарағаш, Шилөзен, Әулие ата. Екі түбірден бірігіп жасалған кісі аттарындағы қатар келген екі дауысты дыбыстың бірі түсіріліп жазылады. Мысалы, Торайғыр, Мырзәлі, Қожахмет. Кейбір біріккен сөздер өзгерген қалпында айтылуы бойынша жазылады. Мысалы, Жаздыгүні, Ботагөз, Қолғап. Біріккен сөздер екі не одан да көп түбірден құралады. Бір мағына береді. Бірігіп жазылады. Бір сұраққа жауап береді.